Саламатсыздар ма? Бүгінгі енді мына ұйымдастырылып отырған конференциямызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бұл конференцияның мақсаты бәріміз білеміз. 25 жылғы ақпан айында шыққан 32-ші бұйрықты негізге ала отырып, ұйымдастырылып отыр. Педагог зерттеушілікке өтетін және өзінің сол санатын растайтын мұғалімдерге міндеттеліп отырған 3 аудан бойынша өзінің авторлық әзірлемесін тарату. Егерде кімде-кім осы уақытқа дейін оқу жұмыс жоспарына өзінің тәжірибесін таратқан болса, яғни 3 ауданға беріп, сол мектептің оқушыларына мұғалімдер қолданып жатқан болса, онда бұл конференцияға қатынаспай қойса да болады. Егер ондай мүмкіндігі болмаған адамдар болса, онда осы конференция арқылы кем дегенде 3 ауданға өзінің авторлық әзірлемесімен бөлісуге міндетті. Сол ескере отырып, бүгінгі мінекей конференциямыз ұйымдастырылып отыр. Мақсаты бұл тәжірибе таратудың әртүрлі білім беру мекемелері арасында ынтымақтастықты қалыптастыру, тәжірибе алмасу, жолдарды ортақ іске асыру. Күтілетін нәтижесі мұғалімдер арасында кәсіби байланыстар орнап, болашақта бірлескен жұмыс жасау мүмкіндіктері ашылады. Оқушылардың білім сапасы көтеріледі. Қазір өзінің авторлық әзірлемесін оқытуға Қазақстан тарихы мен дүниежүзі тарих пәндерінің мұғалімі Айнаш Тілеуқазықызы ортаға салады. Құрметті әріптестер, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі менің сіздермен талқылайтын тақырыбым 8-ші кластың яссауитану бағдарламасы. Яғни яссауитану бағдарламасы бұл ұлттық сақтаудағы рөлі. Өшіп қоямыз. Яссауитану бағдарламасы 8-ші сыныпқа арналған, яғни 34 сағатқа арналған, жалпы 4.90-да 4 бөлімнен тұратын үлкен бағдарламалардың бірі. Бұл бағдарламаларды 4-ші бөлімінде хикметтерін жаттау негізге алынған. Ұлттық құндылықтар әрбір ұлттың болмысында ғасырлар бойы атадан балаға мұра болып келе жатқан адамгершілік қағидаттары, ғасырдан ғасырға жеткен халықтың қазынасы, тілі, ділі, салт дәстүрі, әдебиеті мен өнері ұлттығымыздың рухани байлығы бұл жерде айтылып тұр. Яғни жалпы Қожа Ахмет Яссауи деген кім? Тереңірек зерттеп қарасаңыз, оның мұрасынан ұлттығымыздың рухани негізін табасыз. Ақыны, тамақ, бумага, пластик, металл. Яссауи халықтың мәдени және тарихи мұрасының маңызды бөлігі болып есептеледі. Ол адамдардың дүниетанымы мен құндылықтарына айтарлықтай әсер ететін терең философиялық және діни идеяларды көрсететін бағдарламалардың бірі. Жалпы Яссауи ілімінің рухани құндылықтары, Яссауидің ұлттық рухани құндылығы рухани ерекшеліктері арқылы айқындалады. Яссауи дәстүрі адамның ішкі әлемін, мәдениетін және қалыптастырып, оның шығармалары терең философиялық ойларменен, моральдық құндылықтармен және гуманистік идеялармен толығатын шығармалардың бірі болып табылады. Ізгілікті, адалдықты жақтаған Яссауи қылу етте жатып Диуани Хикмет деген кітабын жазуды қолға алады. Исламды қазақ арасына бейімдеп, түсінбестікті түсінікті етуге күш салған ғұлама даналық кітабында суфизмдегі 4 баспалдақты мадақтайды. Осы 4 баспалдақты да яссауитану бағдарламасында негізге алынған. Олар шариғат, тарихат, мағрифат және ақиқат. Олардың нені оқытатындығын сіздерге слайдта көрсетіп беріп тұрмын. Яғни шариғат исламның заңдарын мүлтіксіз орындау болса, баспалдақтар шариғат діннің қабығы, нағыз дәні тарихат деуі дәлелдей түседі. Тарихат бұл бұлардың діни адамгершілікті жағынан өзін дамыту жолы.
Мағрифат Құдайды ақылмен емес, жүрекпен тану. Ақиқат өз танымы арқылы Құдайға жақындау болу деп айтылып келеді екен. Жалпы Яссауи тану бағдарламасында Яссауи өзінің еңбектерінде имандылыққа баулудың, кемел адамның қалыптасуындағы 7 қағидатты қарастырған. Сол қағидатты сіздерге беріп тұрмын. Аллахқа деген махаббат, ықылас пен шынайылық, адамға деген сүйіспеншілік, кішіпейілділік, әйел мен еркек теңдігі, еңбекті бағалау, ілім мәселесі. Жалпы Яссауи тануды жаңағы барлығы бағдарламаны көрген уақытта бұл тек қана діни бағдарлама деп ойлайды. Шын мәнінде бұл адамгершілікке, имандылыққа, ұлттық құндылыққа тәрбиелейтін бағдарламалардың бірі болып табылады. Қазіргі кезде 5-тен 11-ші сыныпқа дейін Қожа Ахмет Яссауи атындағы 123-ші мектепте Яссауи элективті курсы бағдарламасының авторлары бар. Солардың бірі 8-ші және 9-ші классқа арналған бағдарламаның авторы өзім болып табыламын. Мынау бағдарламалардың куәліктері. Жалпы Яссауи элективті курсы бұл біздің мектепте кешенді оқыту нәтижесі болып табылады. Қазақстан Республикасында ең бірінші Яссауи мектебі болып ашылғандықтан, Яссауи тану бағдарламасын жазуды осы біздің ұстаздарымыз, біздің алдымыздағы ұстаздарымыз қалай мектеп ашыла салысымен жазуды бастаған еді. Осыған байланысты Яссауи тану бағдарламасын өткізгеннен кейін оның мынандай нәтижелі еңбектер, істер атқарылып жатыр. Яғни жыл сайынғы Яссауи байқаулары, аудандық, қалалық семинарлар және осы бірнеше жылдан бері 4-5 жыл аралығында өткізіліп келе жатқан халықаралық Яссауи конференциясы. Ал мына суреттер соның дәлелі десем болады. Ендеше Яссауидің барлық хикметтерінің тәрбиелік мәні халықты имандылыққа, адамгершілікке шақыру болатын болса, әрбір адамның қадірін, ішкі дүниесі мен адамгершілігін үшін имандылық керек. Мен соған жетелеймін деген арманын арқалап кеткен ұлы ғұламаның мұрасы бізге бүгінгі таңда ұлттық құндылығымызды әшкерлейтін, ұлттық құндылығымыз үшін өте пайдалы бағдарламалардың бірі деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.